Облыстық математика пәнінің мұғалімдерінің арасында математикалық білім беруді дамыту бүгіні мен болашағы тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті. Облыстың түкпір-түкпіріне жиналған ұстаздар қауымы бас қосты. Шараның мақсаты кәсіби біліктілігі жоғары педагогтердің әлеуметін арттыру. Толығырақ келесі материалда. Облыстық білім басқармасының мұрындық болуымен ұстаздар арасында дөңгелек үстел отырысы өтті. Шара барысында білім берудің сапасын арттыруда, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдаланудың тиімділігі, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырудың жаңашыл жолдары сөз болды. Қазіргі кездегі инновациялық технологиялар, үлгілі авторлық бағдарламалар, озық тәжірибелер барысын талқылап, өзара тәжірибе алмасты. Бүгінгі кездесуіміз өздеріңізге белгілі, мына республика көлемінде қазір әр пәннен съездер өткізілуде, білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен. Сол съездің жалғасы ретінде бүгін дәстүрге айналған. Бізде өткен аптада қазақ тілі әдебиет пән мұғалімдерімен кездескенбіз. Бүгін біздің үлкен кездесуіміз сол математика пән мұғалімдерімен кездесу өткізіліп жатыр. Бұл жерде біз математикалық білім беруді дамытудың бүгінгі күнімен және болашағы тақырыбында бүгін үлкен дөңгелек үстел өткіздік. Бұл жерде бізде облысымыздың математика пән мұғалімдері қатысуда. Және де көптеген ұсыныс пікірлер айтылуда. Бұл жалпы біздің математика оқушылардың математикалық пән кітаптарының ішіндегі жазылған жаңағы жалпы бағдарламалар туралы, болашақта солардың ішінде қандай өзгертулер енгізу туралы мәселелерде пысықталды. Жылда педагогтардың мәртебесін көтеру және оны қалың жұртшылық арасында насихаттау мақсатында үздік педагог республикалық байқауы өткізіліп келеді. 2012 жылдан бастап облыстағы 100-ге жуық мұғалім республикалық кәсіби байқауларда жеңімпаз атанса, 38 педагог республикалық үздік педагог атанды. Олардың қатарында математика пәнінің мұғалімдері де бар. Яғни математиканы оқыту үдерісінде өтілетін сабақтың мазмұны түріне байланысты дәстүрлі оқыту әдістері және инновациялық оқыту әдістері де қолданатын мән. Соның ішінде дәстүрлі оқыту әдістерінің артықшылығы, яғни оқушылардың күрделі материал түсінуіне ыңғайлы, оқу тәрбие үдерісін тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Ал кемшіліктері оқу үдерісінде жекелеу және саралауға мүмкіндік жоқ, оқушылардың ойлау мүмкіндіктерін дамытуы төмендеу болады. Осы жерде дамыта оқыту технологиясы, оқытудың проблемалық технологиясы, эвристикалық оқыту технологиясы осылардың жиынтығы ретінде эксеттер масс әдісін қосып отыр. Іс-шара барысында 2022 жылдың 17 ақпан күні Қарағанды қаласында өткен математика пәні мұғалімдерінің республикалық съезіне қатысып келген облысымыздың делегаттары ой бөлісті. Жиынға жоғарғы оқу орындағы ғалымдар, оқытушылар, 120-ға жуық педагог қызметкер қатысты. Қарап отырсаңыздар, мынау мемлекеттік білім беру стандарты, одан кейін үлгілік оқу жоспары, оқу бағдарламасы, осы оқулық үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Осы механизм дұрыс жұмыс жасағанда бізде бұндай мәселелер туындамайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы оң шешім табады деген ойдамын. Облысымыздағы 76 педагог республикалық үздік авторлық бағдарламалар байқауының жеңімпазы атанса, соның ішіндегі 10 педагог математика пәнінің мұғалімі қызметін атқарады. Жалпы халықаралық олимпиада мен республикалық байқауларда Жамбыл облысы командалық есепте 5 жыл бойы бірінші, екінші және үшінші орынды иеленіп келеді. Бұл дегеніміз ұстаздарымыздың білім саласына қосқан сүбелі үлесі. Айгүл Пірәлиева, Ерболат Жақаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 Ньюс.